Балалар бүгінгі ашық сабақтың тақырыбы хан Абылай. Балалар үй жұмысына дайындалып келдік па? Үй жұмысына не беріледі алдыңызда? Мазмұнда сағыныш сазы деген мазмұн. Мәнерлеп оқуға берілген болады. Мазмұнда өлеңін мәнерлеп оқуға. Оқып келдік па? Кім айтады үй жұмысын? Келе қойдыңыз. Сағыныш сазы. Бір күні қардың туының ішінде Әбу-Насыр әл-Фараби болды. Ол өзіміздің бардым, өз атына мекеме қайда жүрсем табындым. Тағы кім оқиды балалар? Саған деген серпе алмаймын ынтызарлық түндігін. Айналайын атам, құшақ туған жерім, сағындым. Жарайсың, отырамын. Балалар, енді бүгін жаңа тақырыпты бастайық. Тақырып бізде хан Абылай. Сендер Абылай хан туралы 300-дің басын қосты. Тағы да не білесіңдер Абылай хан туралы? Абылай хан қолбасшы батыр. Қолбасшы болды басында, жарайсың. Тағы батыр болды. Жарайсың. Енді балалар, мына жерде сізде сурет тұр, иә? Суретте не көріп тұрсыз? Батырлар тұр, иә? Сендер осы қазақ батырлары екенін мысалы қайдан білдіңдер? Ол жерде олар соғысқа бара жатыр. Тағы не олар қылыштары бар. Қылыштары бар. Санақтары, абайлары, оларды қорғап, мысалы, оларды аттары қорғап қаншама жерден алып шығады. Тағы айта ғой. Ол өзінің туған жерін қорғап отыр. Иә, сол үшін соғысқа шықты, иә? Қандай батыр бар? Қабанбай батыр, тағы Наурызбай батыр, тағы қандай батыр білесіз? Бөкенбай батыр бар, тағы Керей Жәнібек хан, қолбасшы, батыр. Осы үш сөзді қалай түсінесіңдер? Хан деген ол қандай адам болу керек? ол который ол анау басқаларға айтуы мүмкін. Ана жерде соғыс болады, оларға көмектесіп солай айтылады. Тағы қалай ойлайсыңдар балалар? Хан деп қандай тарамыз? Хан керлермен басқарған аяқта бізге жау шабып жатыр. Бізге сол сәтті ол хан ол өзінің батырларды соғысқа бар болып батырлар біздің туған жерімізді жерімізді бермеген. Яғни қолбасшы деп кімді айтамыз? Бастығын айтамыз, иә? Жарайсыңдар. Енді туралы мәлімет бар, иә? Бұны зер салып тыңдаймыз. Сабақ соңында сұрақ болады, жарай ма? Абылай хан, ұлы қолбасшы, мемлекет қайраткері, мәңгіге, қазақтың 300-ін мойындаған хан. Жастайынан жетім қалған Абылай Төле бидің күйісін бақты. Сол кездің өзінде жас жеткіншек шешендігімен білгірлігін алмақтың бас батыры Шарышты өлтірді. Абылай қазақ деп сайлады. Мәңгілегі Абылай хан аузын айға ілген көршілермен юламайтуге қол жеткізді. Өнерден текенде болмаған ұлы қолбасшы хан Түркістанына жерленді. 171 жылғы құрылтайда оны ат безге көтеріп 300-дің ханы етіп сайлады.
oldu. Тағы да оны былай атанды. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың. Жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадың. Әділдікпен жүрдіңіз, әдепті іске кірдіңіз. Күніңіз құтты болсын ұлыңыз. Хан Абылай атандың, арманың бар ма хан ел. Енді балалар бәріміз бірге оқиық. Кеттік. Хан Абылай атанды. Бәріміз бірге қосылып, кітапқа қарап айтамыз. Алтын тақтың үстінде 300-дің басын құрадың. Жетім менен жесірге ешбір жаман қылмадың. Әділдікпен жүрдіңіз, әдепті іске кірдіңіз. Үркей батыр жиылды, хан Абылайды шақырды. Балалар, өлең кім жайлы екен? Хан Абылай туралы. Бұл өлең кім жазды? Бұхар туралы. Бұхар. Яғни өлеңде Абылай ханды естиді. Ал балалар, дәптерімізді ашайық, дәптермен жұмыс болсын. Бүгінгі күнді жаздық бар? Бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін ақпанның 14-і сынып жұмысы тақырып хан Абылай. Көрдік па? Біз қазір төртінші тапсырманы төртінші тапсырманы берілгенде не дейді? Бұхар туралы айтқанын сүйеді. Қазір оқимыз. Қандай не дейсіз? Төртінші тапсырманы оқимыз. Төртінші тапсырмада Бұхар туралы айтқанын сүйеді. Апай ол 300-дің басын құрған. Иә, солай жасыңдар болады. Қазір оқисыңдар. Ал кім оқиды балалар? Абылай ханым 30 қызы болды. Ол 20 жасында соғысқа барды. Бұл ма? Жарайды. Абылай ханның 30 ұлы қырық қызы болды. Абылай хан 300-дің басын қосқан. Абылай хан ол 300 басын қырған. Тағы да ол халыққа ешбір жаман жасамаған. Тағы да оның өңкей батыр жиылған жерге шақырған. Оның 30 ұл 40 қызы болған. Жүздің басын қосқан. Ода 70 балалар болған. Олар 30 қыз және 40 ұл болған. Таққа отырды. Абылайша 300-дің басын құрды. Ол халқымызда ол ешбір жаман қылмады. Ол тек әділдікпен жүрді және әдепті іске кірген. Және 300-дің басын құрды. Және 20 жасында соғысқа барды. 1711 жылы дүниеге келді, ал 1781 жылда қайтыс болды.
Келесі екінші топ Абылай қолбасшы. Сендерге осыған байланысты сөйлем құрайсыңдар және оны қазір оқып бересіңдер. Сендерге Абылай хан. Осыған байланысты сөйлем құрап, мәтін жазамыз. Қазір бір дәптерге жазамыз. Жоқ, мәтін құраймыз. Сендерде Абылай батыр болған кезде осыған байланысты сөйлем құрамыз. Қандай болды? Как Айнұр больше. Апай өзімізде қалсын. Қайда